Абайлаңыз, алаяқтар. Әлеуметтік желідегі алаяқтардан алданып, әбіржіп жүргендердің саны көбеюде. Кез келген адам алданушылардың қатарында болуы мүмкін. Себебі алаяқтардың адамдарды алдау тәсілдері күннен күнге жаңарып отыр. Алданушылардың психологиялық ерекшеліктерін білу өзімізге назар аударып, қырағы болуға көмектеседі. Алаяқтардан алданушылардың бірнеше ерекшеліктерін қарастырайық. Ақпараттың жетіспеушілігі. Кейбір адамдар интернетте алаяқтар мен алдаудың бар екеніне көңіл аудармайды. Күнделікті орын алып жатқан жағымсыз жаңалықтарға құлақ салмайды және қажетті сақтық шараларын қолданбайды. Сыни тұрғыдан ойлаудың жеткіліксіздігі. Яғни бұл адамдар алған ақпаратты талдай алмайды, тиімді шешім қабылдап, жағдайды алдын ала болжап, нәтижені көре алмайды. Жылдам табысқа ұмтылу. Кей адамдар тез байлыққа жетудің оңай жолдарын іздейді. Осындай адамдарға алаяқтар тез табыс тауып, баюдың жолдарын үйретемін деп үйіп төгіп уәде береді. Батпан құйрық, жол үстінде неғылып жатқан құйрық десек те, өкінішке орай, қай жерде тегін нәрсе бар десе, сол жерге құстай ұшып барып, тартысып, жаға жыртысып жүретіндер аз емес. Телефон алаяқтарына да жем болатын осы адамдар. Белгісіз қайырымдылық қорынан 6000 теңге аламыз деп, банк карталарының құпия ақпараттарын жайып салып, 6 миллион несиеге кіргендердің саны артуда. Өзін-өзі бағалаудың төмендігі адамдардың көпшілік ортадан жырақтауынан, жалғыздықтан, немесе достарының аздығынан, тұйықтығынан, ұялшақтығынан, эмоциясының тұрақсыздығынан көрінуі мүмкін. Мұндай адамдардың тілін алдаушылар тез табады. Жанында ақылдасатын достары болмағандықтан, олар жақсы өмір сүруге, уәде беретін адамға сенуге дайын тұрады. Сенгіштік пен мүмкіндікті жіберіп алудан қорқу. Көптеген адамдар әлі де ғажайыпқа сенеді. Құнды заттарға ие болу мүмкіндігін жіберіп алудан қорқады. Алаяқтар арбаудың түрлі тәсілдерімен оларды асықтырып, құнды заттың санының шектеулі екенін, мұндай мүмкіндік күнде бола бермейтінін айтып, алданушының ойлануына мұрша бермей, тез аударым жасауға көндіреді, немесе банк картасының құпия ақпаратына қол жеткізеді. Өмірлік қиын жағдайға тап болған адамдар. Олар көңіл күйі басыңқы, апатияда, депрессияда болғандықтан алдануға бейім болады. Алаяқтар бұл жағдайды адамды көрмей-ақ, оның дауыс ырғағынан, сөз саптауынан бірнеше минуттарда анықтайды да, сөйлесе келе оларды басқа бір отбасының қиындыққа тап болғанын айтып алдайды. Соларға ақша аударуға көндіреді. Алданушылармен тікелей қарым-қатынас жасайтын алаяқтар сүйкімді, сырт келбеті тартымды, сөйлеу мәдениетін меңгерген, харизматикалық адамдар. Олармен қарым-қатынас жасай отырып, ешқашан мұндай қызметпен айналысады екен деп ойламайсыз. Әдетте, алаяқтықтың тамыры олардың балалық шағында жаны қатты жарақат алумен байланысты. Мүмкін мектеп жасында сыныптастарынан әлімжеттілік көрген болар. Ал үлкендер, ата-анасы оны қолдаудың орнына өздері қосылып жарақатын ұлғайтқан болар. Сол себептен де жанашырлық, жауапкершілік, эмпатия сезімі, жалпы адамзаттық құндылықтар қолайлы ортада тәрбиеленбеген олардан табылуы өте сирек жағдай. Сонымен қатар, алаяқтардың бойында салқындық, сенімсіздік, жазалауға, кек алуға деген ұмтылыс жоғары деңгейде. Жақсы өмір сүру үшін олар алдаудың қыр-сырын үйренуден жалықпайды. Алаяқтардан абай болыңыздар. Қаракөз Қадырбекқызы Момбаева, Шымкент қаласы, Ораз Жандосов атындағы жалпы орта білім беретін мектептің педагог-психологы.